Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 27 шілдеге арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар, бұл күні сіздердің энергияларыңыздың көптігі соншалықты кез келген жобаны алып шығуға қауқарлысыздар. Алайда әріптестеріңізбен өте сыпайы болыңыздар. Себебі барлығы сіздер сияқты жалындап, жұмысты жапырып жасай алмайды. Торпақтар, сіздер көбіне өздеріңізге зиянды істермен айналысып қоюларыңыз мүмкін. Сіздерге ашуланшақтықтарыңыз өз кесірін тигізеді. Жұлдыздар су спортына көңіл бөлуге шақырады. Егіздер, сіздер өз сүйіктілеріңіздің адалдығына күмәнданбасаңыздар да болады. Олардың сіздерге адал екендіктеріне өз көздеріңізді жеткізесіздер. Ең бастысы, әр сөзді ойланып айтқандарыңыз жөн. Шаяндар, бұл күні ертеректе алған тәжірибелеріңіз бен білімдеріңіз өз көмегін сіздерге тигізеді. Соның арқасында туындаған мәселелерді шешесіздер. Күннің екінші жартысында қаржылай табыс келеді. Арыстандар, бұл күні жұмыста сәттілік күтіп тұр. Басшылық сіздерді жоғарылатуы мүмкін. Егер сол орынға лайық екендіктеріңізді сезінсеңіздер, одан бас тартпаңыздар. Алайда жаңа мансапқа көп білім мен тәжірибе қажет болатындығы есте болсын. Бикештер, өздеріңіздің ас мәзірлеріңізге көңіл бөліңіздер. Қазіргідей тамақтануды жалғастыратын болсаңыздар, жақында бауырларыңыз сыр бере бастайды. Ал екінші жартыңызға қызғаныш сезімі пайда болса, сабыр сақтаңыз. Бәрі сіз ойлағанда емес. Таразылар, егер жалғыз басты болсаңыздар, бұл күні сіздердің бақтарыңыз жанып, екінші жартыларыңызды жолықтыру мүмкіндіктеріңіз жоғары. Сондай-ақ көптен шеше алмай жүрген мәселелеріңізді жеңіл шешіп қуанасыздар. Саршаяндар, жаныңызға қымбат жандармен жақсы демалыс уақытын өткізуге мүмкіндік туындайды. Жұлдыздар дәл осы күні жақсы көретін жандарыңызға қамқорлық танытуға кеңес береді. Мергендер, жұмыста шиеленіскен мәселелер туындауы мүмкін. Сіздердің дұрыс сөз таба білу қабілеттеріңіз олардың шешілуіне септігін тигізеді. Күннің екінші жартысында біраз шаршап, демалысқа мұқтаж екендіктеріңізді сезінсеңіздер, бірден демалыңыздар. Тауешкілер, бұл күні суық тигізіп ауырып қалуларыңыз мүмкін. Бұл күні сіздер аса сезімталсыздар. Сондықтан көп демалып, өздеріңізді күтіп, дұрыс тамақтанғандарыңыз дұрыс болады, дейді жұлдыздар. Суқиғыштар, кім болса сонымен сөйлесе берген дұрыс емес. Жаңа таныстармен ешқандай әңгіме дүкен құрмағандарыңыз дұрыс. Оның орнына жандарыңызға жағымды істермен айналсыңыздар. Жұмыстан жақсы хабар күтіңіздер. Балықтар, бұл күні барлық маңызды істеріңізді тезірек қолдарыңызға алғандарыңыз абзал. Сәттілік сіздің жағыңызда, дейді жұлдыздар. Сондай-ақ аяқ астына қарап абай болып жүріңіздер. Жарақат алу қаупі бар, ал сауда-саттық үшін өте қолайлы кез. 27 шілдеге арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.